Ассалаумағалейкум, баршаларыңызға қайырлы күн, құрметті Батыр Авто каналының көрермендері. Сіздермен мен Жеңіс Тұрбай. Бүгін біз Nissan авто орталығындамыз. Nissan авто орталығының жүрілген автокөліктеріне шолу жасайтын боламыз. Ендеше кеттік. Мінекей біз Nissan авто орталығының жүрілген автокөліктеріне келдік. Бұл бірінші автокөлік бізде Lexus 570. Бағасы 23 миллион 560 мың. Қозғалтқыш көлемі 5.7, 4 жетекті, жылын 2013 екен жылы. Ары қарай бізде Toyota Land Cruiser 200 жол талғамайтын автокөлігі. Бағасы 18 миллион 640, жылы 2012, қозғалтқыш көлемі 4.6, 4 жетекті автокөлік. Жалпы автокөліктің сыртқы жағдайы, келбеті өте жақсы. Ары қарай кеттік. Ары қарай бізде Nissan Qashqai полный привод, бұлардың бір үлкен плюсы. Қозғалтқыш көлемі 2 куб, 46 мың пробегі. Бағасы 9 миллион 90 екен. Өте Qashqai'ға қымбат десек те болады. Ары қарай кеттік. Ары қарай бізде RAV4, қозғалтқыш көлемі 2 куб, бағасы 8 миллион 680, қорабы автомат, 4 жетекті. Ары қарай кеттік. Екі автотұраққа автокөліктер келіп жатыр жаңадан. Ары қарай бізде Qashqai, тағы да Qashqai'дың ескі толқыны. Бағасы 6 миллион екен, қозғалтқыш көлемі 2 куб, 4 жетекті, яғни 109 мың жүріс жүрген, қорабы автомат. Ары қарай бізде тағы да RAV4, жылы 2015, 9 миллион 490 екен бағасы. Қозғалтқыш көлемі 2 куб, 87.200 жүрген. Ары қарай кеттік. Ары қарай бұл бізде Hyundai Santa Fe, жылы 2013, қозғалтқыш көлемі 2.4, қорабы автомат, бағасы 8 миллион 550. Жалпы Santa Fe-ның бұлай сыртқы жағдайын қарасақ, жалпы жаман емес, өзінің бағасына тұрарлық. Ары қарай кеттік. Hyundai Elantra. Elantраның бағасында қыраудан мүлдем көрінбейді. Бағасы 6 миллион 300, қозғалтқыш көлемі 1.6, передний привод. Жылы 2016 екен. Ары қарай кеттік. Ары қарай бізде жүрілмеген жалпы Chevrolet Malibu. Дәл қазір елімізге кіріп жатқан автокөліктердің бірі десек те болады. Қозғалтқыш көлемі 1.5, турбо үдеткішімен. Қорабы автомат, бағасы 9 миллион. Автокөлік әлі ешқандай жүріс жүрмеген. Жаңа ар жағындағы екеуі де дәл осындай. Ешқандай айырмашылық жоқ. Жалпы бірдей. Тағы да жүрілген автокөлік ол бізде Hyundai Accent. Дәл қазіргі сұранысқа өте ие автокөліктердің бірі десек те болады. 4 миллион 920 бағасы. Жылы 2015 екен. Қозғалтқыш көлемі 1.6. Қорабы автомат. Ары қарай бізде Lexus GS 350, жылы 2012, толық жетекті автокөлік, бағасы 10 миллион 980. Осымен біздің Nissan авто орталығының автокөліктері бітті. Тағы да автокөліктер өте көптеп келіп түсіп жатыр. Егерде сіздер тексерілген, сенімді автокөлік іздесеңіздер, біз астында қалдыратын боламыз. Сол нөмірге хабарласып, барша сұрақтарыңыз қойсаңыздар болады. Біз сіздерді күтетін боламыз. Біздің адрес Малина 79-1-де.